15-20 есептерде бұл жерде анықтау облысы мен графигін салу керек. Енді бастайық 15 есептен. 15 есепке қарасақ, түрі kx плюс b түрінде тұр. Оны сөйтіп ажыратып аламыз. f от x тең болады. Оның түрі kx плюс b. Бұл жердегі kx, k деген и b деген әріптер, олар сандар. Яғни x-тің қасында тұрған коэффициент бұл жерде не көбейтіліп тұр? Бізде -2 көбейтіліп тұр. Бұл жерде k -2 болып тұр, b бізде плюс 5-ке тең болып тұр. Сөйтіп таңбасымен қарайсың. Значит, осы формада тұр деген сөз ғой. Егер осы формада тұрса, ол бізде сызықтық функция болып табылады. И сызықтық функцияның графигі түзу болады. Түзудің графигін біз былай саламыз. Алдындағы кестені саламыз. Содан кейін 3-ке бөлеміз осылай. 3-ке бөлеміз. Мұнда x дейміз, мұнда y дейміз, мұнда 0 и мұнда 0. И x-ның орнына 0-ды қойған кезде 5 минус 2 көбейтілген 0. Сонда неше болады? 5 болады. 5-тің өзі болады. Сосын енді біз y-ді 0-ге теңестірген кезде 5 минус 2x тең болады 0. 2x тең болады 5. X тең болады 2 жарым. 2 жарым. И осындай нүкте шығады. Значит, бізде бір нүкте ол 0-де 5 деген сөз. X 0 болған кезде y-ге 5. Екінші нүктеміз бізде 2 жарымда 0. X 2 жарым, y-ге 0. Енді осы графикті саламыз. Да. И нүктелерді белгілейміз. X 0 болған кезде y-ге 5 болса, шамамен мына жерде саламыз. Бір нүкте шықты. Екіншісі y-ге 2 жарым деп тұр. 2 жарым. И осылай салдық. X 0 болып тұр. Сонда y-ге 0 болып тұр. Сонда екі нүктені қосамыз. Және екі жағын ұзарту жүреміз. Осындай түзу шықты. Бұл түзу бізде 5 минус 2x-тің түзу графигі. И бізде анықтау облысы. Анықтау облысы бұл жерде нақты сандар жиыны. Яғни біз былай жазамыз d дейміз, сосын жақшаның ішіне y дейміз, сосын қос нүкте қоямыз да. X дейсті. Немесе былай жазуға минус x-тен плюс x-ке дейінгі бүкіл сандарды қабылдайды. Яғни сен мына минус x-тен бастап плюс x-ке дейінгі бүкіл сандарды мына x-тің орнына, яғни мына x бар ғой, соның орнына любой санды қоя аласың. И қойылмай қалатын сан жоқ, короче. Минус x-тен плюс x-ке любой санды. Енді келесі есеп 16-шы есеп. Мына 15 бізде. 16-ны мен жасылмен жазайын. 16-да бізде f от x 1 минус 2x минус x квадрат деген график берілген. Ол бізде квадраттық функция. Квадраттық функцияның түрі мынандай болып тұрады. f от x. Функцияның аты жалпы f от x, либо y или g от x деп тұрады, осындай формада тұрады. Либо y деп тұрады, либо g от x деп тұрады, либо кейде t от x деп тұрады. В общем, бір әріп тұрады, одан кейін жақшаның ішінде x тұратын болса, x-тен x айнымалысы болады, сол x айнымалысынан тәуелді болатын какой-то функция деп айтады. Енді оны түсіндік. Енді графигін жазақ. f от x тең болады. Жалпы квадраттық функцияның аты түрі мынандай болады. ax квадрат плюс bx плюс с түрінде болады. И бұл жерде қарақ, аның орнында x квадраттың қасында коэффициент болып тұр. Біздің есепте минус 1-ге тең болып тұр. Ал x-тің қасында коэффициент ол b болып тұр. b бізде минус 2 болып тұр. Ал с бізде плюс 1-ге тең болып тұр. И соны білу керек. Кейде таңбадан шатас кететін моменттер болады да. И все, біз түсіндік, что мынау бізде квадраттық функция екен. Яғни ең үлкен дәрежесі x квадрат болады. Сондай функциялардың графигі уже бізде квадраттық функция болады. Ең үлкен дәрежесі болу керек, сол x квадрат. Енді осы түрде тұр. Енді біз білеміз мына аты енді квадраттық функция ғой, оны kv f деп қояйын. Квадраттық функция, ал графигі оның парабола болады. Графигінің де аты болады, парабола. Енді параболаның графигін сызамыз. Бірінші осындай
жүйе салып аламыз. X өсі мына бізде y өсі, y-ді ординаты дейді, мынаны абсцисса дейді. Енді бізге керек төбесі керек, төбесін табатын формула бар бізде. x0 минус b бөлінген 2a деген, осы арқылы төбесін тауып аламыз. Яғни бізде формулада минус b бөлінген 2a ғой, бізде минус b деген сөз, яғни b-ның өзі минус 2 болып тұр. Сонда минус болады мына жерде. Сосын мына жерде минус 2, сосын бөлінген 2 көбейтілген минус 1, а-ның орнында да минус 1. И тең болады. Мына 2 минус пен 2 минус 2 плюс болып кетеді. Сосын плюс 2 болып кетеді. И мына бүйтіп қысқартамын да 2 мен қысқартып жіберемін. Астында да плюс 2 тұр, мұнда плюс 1 қалып қояды қысқартқан кезде. Сонда 1-ді минус 1-ге бөлетін болсам, менде минус 1 шығады. Сонда минус 1 деген x0 деген нүкте шықты. Енді осы x0-дің мәні, мына x0 бізде минус 1 шықты ғой. Осы минус 1-ді апарасың мына функцияға қоясың. Бастапқы функция бар ғой, берілген, мына 16-дағы. Сол мынаның орнына қойып қоясың. Мына жерге қоясың x0-ды. Сонда бүйтіп жазасың. F от x0 болса, x0-дің орнында минус 1 тұр ғой, орнына замена жасаймыз. Сосын дәлі есепті шығарамыз. 1 минус 2 көбейтілген x-дің орнында минус 1 минус 1-дің квадраты. Енді тең болады. Бұл жерде 1, сосын мына минус пен, мына минус 2 плюс болып кетеді көбейткен кезде. Сонда плюс 2 болады. Сосын минус, ал мына жердегі минусты жаза береміз өзін. Енді ал минус 1-дің квадраты ол плюс 1 болады. Бізде ол плюс 1-ді өстіп жаза қоямыз. Сонда мына минус 1 мен мына минус 1 азайтылады, 0 болып кетеді. Сонда жауабы 2 болады. Сонда бізде нүкте шығады, бізде төбесі деген. Мына төбесінің x-і минус 1 болып тұр да, y-і 2 болып тұр, Міне. Сонда мына жерден аламыз да төбесін белеп шығамыз. Минус 1 мына жерде тұр примерно. 2 деген шамамен мына жерде де. Мына жерде міне нүкте тұр. Сол төбесі болып тұр. Енді біз параболаның енді графигі былай тұрады ғой. Либо былай тұруы мүмкін дөңгеліп, либо былай тұруы мүмкін. Оны біз қалай ажыратамыз? Егер тармағы төмен қарайтын болса, онда а деген бар ғой, x квадраттың алдындағы коэффициент, яғни мына тұрған коэффициент, сол бізде теріс сан болу керек. Сол кезде тармағы төмен қарайды. Біздің случайда а деген минус 1-ге тең болып тұр ғой, ол теріс сан, сондықтан ол тармағы төмен қарайтын болады. Міне. Ал егер x квадраттың алдындағы коэффициент а деген егер плюс сан болатын болса, онда тармағы жоғары қарайды. Яғни біз түсініп тұрмыз, что тармағы қазір жоғары төменге қарайтын, Енді тармағы төменге қарайды. И сосын бізге енді қиып өтетін нүктелер керек. Ол тармағы, мына y осі бар ғой, мына тұрған, соны қиып өтеді. Сосын еще мынаны да қиып өтуі мүмкін. И соларды тауып аламыз. Енді қара, ол үшін егер мынаны қиып өтетін болса, онда x-ның орнына 0-ге теңестіреміз. В общем, біз ол қиып өтетін нүктелерін табу үшін мына f от x деген функция басында берілді ғой, соны 0-ге теңестіреміз бірінші, Потом екінші x-ның орнына 0-дерді қойып тауып аламыз. Міне, осы 2 нені орындаймыз. Енді соны орындап көрейік, Ең бірінші 1 минус 2x минус x квадрат тең болады 0 деп табамыз. Яғни бұл жерде дискриминант немесе ветпен табуға болады, Енді қара, бұл жерде саған дискриминант оңай болатын болса, сонымен таба салайық, d тең болады b квадрат минус 4ac формуласы. И тең болады b деген сөз ол x-ің алдында коэффициент минус 2, минус 2-ның квадраты, минус 4 көбейтілген a-ның орнында бізде минус 1 тұр, c-ның орнында бізде плюс 1 тұр, И тең болады. Сонда 2-ның минус 2-ның квадраты 4 болады. Сосын мына жердегі минус пен 2 минус болады, 2 плюс 4 болып кетеді, Сонда и бұл жерде жауабы 8 болады, 8 и x1 тең болады минус 1, минус b плюс минус түбір асты d бөлінген 2a еді ғой формуласы. И тең болады, соны табамыз, Минус b деген сөз b-ның өзі минус 2 болғасын, плюс 2 болып кетеді, потому что формулада минус b. Плюс
түбірасы 8, иә. Енді мына жерге мен жазайын да, түбірасы 8-і былай жазуға болады. Түбірасы 8 деген сөз, ол бізде түбірасты 4 көбейтілген 2, иә. Мына 4-тен 2 шығып кетеді да, ал мына 2-сі мынау қалып қояды да, а мынадан түбір шығып кетеді, короче. Сонда 2 түбірасы 2 болады. Сонда мына жерде 2 түбірасы 2 болады. Бөлінген 2 көбейтілген -1 ол 2 болады, иә. А-ға көбейтсек -2 болады. Сосын енді 2-ге бөліп жүрген кезде былай болады. Мына 2-ні, мына тұрған 2-ні -2-ге бөлсең -1 болады, иә. -1. Сосын плюс 2 түбірасы 2-ні -2-ге бөлсең минус 2 мен 2 қысқарып кетеді, түбірасы 2-сі қалып қояды. Сонда 1 минус түбірасы 2 болады, иә. Енді екіншісі x2-ні тапсақ, енді минус b, яғни 2 минус 2 түбірасы 2 бөлінген -2 ғой. И тең болады. 2-ні -2-ге бөлсек -1 болады. И -2-ні, -2 түбірасы 2-ні -2-ге бөлсек плюс түбірасы 2 болады. Енді мынаны қарайық, иә, шамамен. Түбірасы 2-ден шамамен жуықтап алсақ 1,41 деген сан шығады. Иә? 1,41. Сонда -1 минус 1,41 ол минус 2,41 деген сан шығады. Шамамен, иә? Жуықтап алу үшін. Қазір мен графикке саламын, осы үшін керек. Потом мына жерде -1 плюс түбірасы 2 деген сөз, -1 плюс 1,41 ғой шамамен. Сол кезде плюс 0,41 деген сан шығады. Шамалап та. Сонда 2 точканы белгілеп аламын. Бұл точкалар қандай? Яғни мен y-гі 0-ге теңестіріп тұрмын ғой. Сол кезде менде нүкте шығады да, мынандай. B деген нүкте, который y-гі 0-ге тең болатын. S деген нүкте, мына жер 0-ге тең болатын. Сонда мен жаңа x-терін таптым. 1x-і ол мынау, міне x1, мына сан, сосын мына сан. Енді екінші x-і мына 0,41 шықты ғой. Да? Сол сан болады мына жерден. Сонда -2,41-де, -2,41 шамамен мына жерде -1 тұрса, -2,41 мынау бір жерде отыр. Мынау сенде манағы b деген нүктең. Сосын s деген нүктең сенің 0,41 ол шамамен мына жерде тұрған нүкте, да? Мынау s деген нүктең. А мынау жаңағы төбесі a деген нүкте. Енді бізге мынаны қиып өтетін нүкте керек. Ол үшін мынаны орындаймыз. Короче, мынаны 0-ге айналдырып жібересің. 0-ге айналдырған кезде, яғни x-ің орнына 0 қойып шығамын. f от 0 деген сөз тең болады 1 минус 2 көбейтілген 0 минус 0-дің квадраты. И мынау 0-ге айналады, мынау 0-ге айналады, сонда 1 қалады ғой тек. 1 қалады, сонда сенде d деген нүкте шығады. d деген нүкте x 0-ге тең болған кезде y-ге 1-ге тең болады екен. Сонда 0-де 1 деген нүкте, мына бір жерде міне 1 деген да. Сонда сол нүктелерді қосасың. Мына төбесінен бастап, мына b-дан қиып кетеді төменге қарай. Сосын мына жерден y көсінде 1 деген нүктені қияды, сосын s-дан қияды да, s-дан өтеді, осылай кетеді. И мына график сенде мынаның графигі. Енді оның анықталу облысы деп тұр ғой. Анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны. Себебі бұл жерде қабылдамай қалатын мән деген жоқ. Яғни сен минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі бүкіл мәндерді қабылдай аласың. Енді келесі есеп шығарайық, иә? Мына алып тастаймыз. Мынаны копировать етіп, екінші бетке көшірейік. Енді бұл жерде уже келесі есепті шығарайық. Енді 15 шықты, 16 шықты, енді 17-ні шығарамыз, е? 17-де сенде g от x деп тұр, яғни бұл да функция. Функция тек f деп тұрмайды, яғни g, p, k деп тұра береді, ол аттары. Түбірасында модуль x, е? Модуль x. И осының графигі. Жалпы сыртында түбір тұратын болса, сыртында түбір тұрады ғой, оның графигі шамамен мынандай болып тұрады. Мынандай болып тұрады, е? Енді астындағы модуль x-ке қараймыз. Ол үшін біз мынандай график саламыз. График саламыз да 0-ден бастаймыз. Егер түбірдің астында 0 болатын болса, сонда мынандай болады ғой. G0 тең болады түбір астында
модуль ішінде 0 болады. Модуль 0 деген сөз 0 шығады. Міне түбірасында 0, 0-ден 0 шығады, сонда 0-ден 0 деген нүкте мынау болады. Мысалы енді 1-ді қоямыз. G1, түбірасында модуль 1 болады. Сосын түбірасында модуль 1-ден 1-дің өзі шығады, и 1-ден 1 шығады. Сонда 1-де 1 деген нүкте. Ол шамамен мына жер, мына нүкте. Мынау B1, мынау 1 тоже. Екеуін, яғни X пен Y-ді бүйтіп не істейміз? Нүкте арқылы. Сосын 2, G от 2 тең болады түбірасында. Уже функцияға қойып жатырмын да. 2 болады, түбірасында 2. Одан жуықтап алсақ, 1-де 41 деген сан шығады. Сонда 2-ні қойсақ, 1-де 41 мынаның жартысы болады да, мына бір жердегі нүкте болады. Енді осы жерден 4-ті алайық. 4-ті алсақ, 2 шығады ғой бізде түбірден, Ол 2 мынау бір жерде болсын. Өстіп аламыз. Сонда ол өсіп жатыр деген сөз ғой. Мына жерден 9 алатын болсақ, 9-дан 3 шығады ғой. Ол 3 мына жерде болады да. Осылай. И сонда оның графигі былай кетіп бара жатыр міне. Былай. Өстіп, негізі гладко кетеді мынау деген. Осылай. Салу керек, салған кезде да. Әдемі қылып. Былай. Типа жаймен өседі да. Сосын енді қарам. Біз мына модуль X болғасын, біз теріс сандарды алсақ та, например, мына жерде -1-ді алсақ, ол бәрі плюс болып кетеді ғой. Сонда G -1 болса тең болады. Түбірастында модульдің ішінде -1 тең болады. Түбірасты модуль -1-ден ол плюс 1 шығады ғой, и одан 1 шығады. Сонда ана мәндері бәрі оң болып шығып отырады да. Сонда дәл мынаның симметричный түрін аламыз деген сөз. Мынау болады, -2-ні қойсақ, манағы 1,41 шығады мына жерден. Сосын -3-ті алсақ, -4-ті алсақ, одан модульден плюс 4 шығады да, плюс 4-тен 2 шығады деген сияқты осылай кете береді. Сонда мынандай график шығады. Сонда мына жердегі X бүкіл нақты сандарды қабылдайды. Сонда оның D-Y, яғни анықтау облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін бүкіл мәндерді қабылдап отырады. Сонымен 17-ші есеп ойлаймын шықты деп, сенде. Содан кейін 18-ге келеке. 18-ші есепте тоже түрін көріп тұрсың ғой, уже түбірастында деп тұр ғой. Түбірастында болса, уже сен түсінуің керек, что оның графигі примерно осында қас сияқты болып тұрады, короче. Минус X деп тұр. Енді қарам. Бұл жерде уже бұның анықталу облысын табу үшін мына астындағы нәрсе бар ғой. Түбірдің астында минус X деп тұр. Соны сен бүйтіп аласың. Минус X дейсің да, үлкен немесе тең 0-ден дейсің. Сонда үлкен немесе 0-ге тең деп жазып аласың. И бұл жерде X-тің алды минус болғасын, біз минус 1-ге көбейтеміз. Сол кезде плюс X шығады. И мына несі таңбасы, қатаң емес таңба бар ғой, сол ауысып кетеді. 0-ді минус 1-ге көбейтсек, все равно минус 0 шығады, короче. Сонда біздің мынау анықталу облысы болып тұр. Анықталу облысы бүкіл 0-ді қосып алған кезінде бүкіл теріс сандар. Яғни біз нені салсақ, мына жерде 0 тұр ғой міне. 0 үлкен болса, қалған кішкентай сандар. Яғни минус шексіздіктен оның анықталу облысы DY тең болады. Минус шексіздіктен 0-ге дейін, бірақ 0-дің өзі кіріп кетеді, потому что именно вот түбірастынан алған кезінде мына нені қатаң емес қылып аласың. Астында мынандай сызығы бар қылып, именно мынандай түбірасты болса. Сонымен минус шексіздіктен 0-ге дейінгі бүкіл сандар кіреді. Енді қара. 0-ді қойсақ, енді түбірастында мына жерде былай ғой, G от 0 тең болады түбірастында минус 0, Түбірастында минус 0, ол 0 болады да, ол 0-ден 0 шығады, Содан кейін G от 1, G от минус 1, тең болады. Тең болады түбірастында минус, сосын минус 1 ғой, енді X-тің орнына минус қоямыз. А мына минус алдындағы ол формуладағы минус, Сонда түбірастында плюс 1 шығады да, 1-ден 1 шығады. Сонда мына жерде минус 1-де плюс 1 деген нүкте шығады, бізде. Сосын енді минус 2-ні қойсақ, түбірдің астына мына жерге минус 2-ні қойсақ, мына X-тің орнына алдындағы минус пен плюс 2 болып кетеді да, а плюс 2-ден түбірден 1,41 деген сан шығады. Сөйтіп, ол графигі де манағы график сияқты мынандай график шығады бізде.
көріп тұрсың ғой. Осында график шығады. Бұл есепте ойлаймын түсінікті болды деп саған. Енді келесі есепті шығарайық. Келесі есепте бізге берілген не берілген? 18 шарт қой, 19 ғой. 19-да f от t деп тұр. Бұл жерде де солай тұра береді негізі. Мән бермейсің оған. T бөлінген модуль ішіндегі t, иә. Бұл жердегі мына модуль t бар ғой. Мына t дегендердің барлығы x деген аргумент график сызған кезінде, мына f деген ол манағы y-тің мәндері ғой, в общем. И оның графигін салақ, иә. Енді модуль t бізде 0-ге тең болмайды, 0-ден басқа бүкіл мәндерді қабылдайды. Яғни модуль t тең емес 0 дейсің, и t тең емес 0, в общем. И 0-ден басқа мәндердің бәрін қабылдайды. Сонда оның анықталу облысы dy тең болады. Қос нүкте қоямыз. Минус шексіздіктен 0-ге дейін 0 кірмейді. Сосын 0-ден плюс шексіздікке дейінгі барлық мәндерді қабылдай береді. Енді, потому что мына жерде модульдің ішіне 0 қойсаң, ол плюс 0 шығады. 0-ден 0 шығады да, и t-ны біз 0-ге бөле алмаймыз. Осы анықталу облысы міне. Мына бөле алмайсың. Енді графигін салайық. Енді графигін салған кезде былай. Енді қара, 0-дің өзін қоя алмайсың ғой. Енді 1-ден басайық. 1-ді қойсаң орнына, мына былай ғой, f1 тең болады 1 бөлінген модуль 1, е. И одан 1 бөлінген 1 шығады, одан 1 шығады, е. 1-де 1 деген нүкте шығады міне. Мына жерден шықты міне. Сосын енді 2-ні алайық, е. 2-ні алайық. 2-ні алсаң да, сол 2 бөлінген 2 шығады, е. Олда неше шығады бізде? 1 шығады, е, міне. Потому что сен қайсы мәнді алдың, все равно сол не шығып отырады, өзі шығып отырады. Мысалға 3-ті алсаң, f от 3 шығады да, 3 бөлінген модуль ішіндегі 3, енді 3 бөлінген 3 шығады ғой, и ол да 1 шығады сенде. 1. И осылай кете береді, мына нүктелердің барлығын қосасың. И мына жерде 0-дің өзін қабылдағанмен 0-ге дейінгі барлық мәндерді қабылдайды да, мына жерден бастап сызып бастайсың міне. Осылай шексіздікке кете береді, плюс шексіздікке. И минус шексіздікте то же самое. Мына жерде мысалға минус 1-ді қойып қарайық, иә. f от минус 1 тең болады минус 1, да? Минус 1 бөлінген минус 1, иә. Сонда мына жерде минус 1 бөлінген плюс 1 болады да, ол минус 1 шығады. Яғни теріс сандардың өзі шығып отырады. Сонда сен минус 1-ді қойған кезде мына жерге, и ол неше шығады бізде? Минус 1 шығады. Сонда мына жердегі сан шығады не? Сосын енді қара, минус 2-ні қойсаң, то же самое, да? f от минус 2 тең болады минус 2 бөлінген модуль ішіндегі минус 2 тең болады минус 2 бөлінген плюс 2, иә. И ол бізде минус 2-нің өзі минус 1 шығады, иә. Минус 1 шығады. И солай минус 3-ті қойсаң да, қазір минус 1 шығады бізде. Потому что f от минус 3 тең болады минус 3 бөлінген модуль ішіндегі минус 3. Сонда мына жерде минус 3 бөлінген плюс 3 болады да, минус 1 шығады. Сонда мынандай график шығады деген сөз. Но бірақ сен бар ғой, мынаны неққа дейін алып келесің да, бүйтіп тоқтайсың шамамен жақындатып та, бірақ тигізбейсің мына неге. Өсті алып келесің, короче. И осындай график. Мына жерде минус 1, мына жерде плюс 1. Енді келесі есепті шығарайық. Бұның анықталу болсын айттық қой жаңа да, айтыппын ғой. Енді келесі есепте бізге берілген 20-шы есеп, я, g от t. Бұны да айттық, я, g деген функция, t деген аргумент. Оның аты аргумент, кстати. Аргумент деген любой x-тар ғой, сол, короче, x-тің мәндер қабылдайтын. Енді бұл жерде t-ның орнында тоже модуль t тең емес 0-ге, қазір жан t тең емес 0-ге, сонда dy бізде болады минус шексіздіктен
қазір барам 0-ден плюс шексіздікке дейін, иә. И өстіп график саламыз. График салған кезде былай. Енді 0-ді сен қоя алмайсың, 1-ден бастап қойып бастайсың. 1-ді орнына қойсаң, мынаның орнына 1-ді қойып отырамыз ғой міне. Мынаның орнына 1-ді, 2-ні, 3-ті қоя бересің. Сол кезде 1-ді 1-ге бөлсең, все равно 1 шығады, иә, міне. Мына жердегі нүкте шығады. Бүйтіп алсақ, бүйтіп. Енді 2-ні қойсаң. 2-ні қойсақ, 1 бөлінген, былай ғой. G от 2 тең болады 1 бөлінген модульдің ішіндегі 2, иә. Сонда бұл 1 бөлінген 2 шығады да. 1 бөлінген 2 0,5 деген сөз, иә. Ол 0,5 мына жерде тұрады. Енді қара. 3-ті алмайық, 4-ті алайық, иә. 3-ті де алсақ болады, в принципе. 1 бөлінген 3 деген сөз, ол бізде 0,33 деген сан, ол 0,33 мына жерде, иә. Сосын енді мына жерде 4-ті алсақ, 1-ді 4-ге бөлсек 0,25 шығады. Енді 5-ті алсақ 0,2 шығады, иә. 0,2 и сөйтіп кете береді. Значит, оның графигі былай убывающий. Яғни біз үлкейткен сайын оның мәндері кеміп жатыр. Сонда 0-ден плюс шексізге дейін ол кемелі функция деген сөз. И мынау, мысалға сен 0-дің өзін қоймағанмен 1 бөлінген 2 бар ғой, 0,5 соны қоя аласың, иә. Енді сен G 1 бөлінген 2-ні қойсаң, сонда 1-ді 1 бөлінген 2-ге бөлсең, яғни 0,5-ге бөлсең, 2 шығады жауабы. Мына жерде модуль 2 шығады, иә. Сонда ол мына бір жерде тұр деген сөз ғой. Мына жерде тұр, иә. И мына жерде 0 мен 0,5-тің арасында 0,25 бар, иә. G 0,25, иә. 25. Тең болады 1 бөлінген модуль ішіндегі 0,25 тең болады 1 бөлінген 0,25, иә. И ол бізде 4-ке тең болады, иә. Сонда 0,25 мына жердегі сан, ол мына жердегі 4-ке тең болады, иә. Мысалы 1, 2, 3, 4 даже мына бір жерде. Сонда сенің графигің мынаған жақындай береді. Яғни x-ті кішірейткен сайын оның графигі, яғни y-тер өше береді деген сөз ғой. А вообще на функция өзі 0-ден плюс шексізге дейін арасында кемелі функция, потому что x-терін өсірген сайын оның мәндері кеміп бара жатыр. Сондай. Енді қарам, сен тек мына жерде оң мәндерді ала алмайсың, яғни біз 0-ден плюс шексізге дейін аралығын жаңағы біз сыздық қой міне. Мына аралықты 0-ден бастап плюс шексізге дейінгі аралығын сыздық. И мына сары график шықты, иә, беткен. Енді минус 6-тен 0-ге дейінгі мәндерін қарап көрейік. Ол қандай болады екен? Енді минус 1-ді қарап көрейік, иә. Минус, давай, G, да, минус 0,25-ті қарап көрейік. Минус 0,25-ті, сонда 1 бөлінген модуль ішіндегі минус 0,25 болады. И ол 1 бөлінген модуль болғасын плюс 0,25 болып өтеді. И ол сенде 4-ке тең болады, плюс 4-ке тең. Сонда мына жердегі мәні манағы плюс сен 4-ің мынау сенде, иә. Одан кейін дәл сондай мынаның орнына минус, например, 0,15-ті қойсаң, 1 бөлінген 0,15 болады, 1 бөлінген 0,15 ол бізде 2-ке тең болады. Осы график симметрично болып тұрады. Не осылай келеді да. Осындай симметричный график. Түсіндің ба? Осындай график шығу керек сенде. Анықталу болса 0-ден минус 80 0-ге дейін, 0-ден плюс 6-ге дейін. Соның барлығын графиктерін сыздық. И 1-2 рет қарап алсаң болады графиктерін түсініп.